Бәріңе сәлем, бұл екінші тайм арнасы, мен Есет Төлеш. Менің арнамда EFC 24-ке, яғни FIFA 24-ке сұраныс өте жақсы. Шығарылымдарда, қаралымдарда өте керемет болып жүр. Сондықтан айына 1-2 рет FIFA 24-ке шығарылым арнауды жөн санап отырмын. Айына 1-2 рет. Бұл жақта не істейміз? Маған мысалы Food Draft ойнайды. Ultimate Team ойнайтындар жақсы білетін шығар. Food Draft, футболшылар жинау және жайдан жай жинағанда қызық емес. Айына 1-2 топ матчтың командаларына Food Draft жинауға болады. Мысалы, осы аптада ең үздік матч бұл Реал Мадрид пен Манчестер Сити арасындағы кездесу, Чемпиондар лигасының ширек финалындағы алғашқы ойын. Сондықтан бүгін Манчестер Сити мен Реал Мадридтің футболшыларын Food Draft'тан жинауға тырысамыз. Мақсат кем дегенде 10 футболшысын жинау және ережелерін реті келгенде қазір шығарылым барысында, видео барысында түсіндіріп өтемін. Food Draft кеттік. Жігіттер, достарымыз, TNS-KZ-пен бірге тайм промокодын енгізген едік. TNS-KZ-ке тіркеліңіздер, тайм деген промокодты жазыңыздар және сіздердің бонус шоттарыңызға 200 000 теңге түседі. Қызық болса, төменге сілтемесін қалдырамын. Сәттілік. Негізі мен қазір Ultimate Team мүлдем ойнап жүрген жоқпын. Барлық футболшымды сатып жібердім. Картаның бәрін сатылатындардың бәрін сатып жібердім. Қазір 753 мыңдай бар. Алдағы уақытта осы монеталарға қазақша теңге дейік. 15 000 теңгеден Food Draft жасаймыз. Бүгін Манчестер Сити мен Реал Мадридтің футболшыларын жинаймыз. Бірінші кезекте қазіргі футболшыларын, егер олар болмаса, бұрынғы футболшыларын және кумирлері де бар. Көреміз. Маған негізі 4-4-2 жүйесі ұнайды, бірақ өкінішке қарай бұл жолы таңдаудың ішінде ол жоқ. Сондықтан 4-3-3 дұрыс болатын секілді. Алғашқы ойыншымыз Реал Мадридтің аңызы бар бізде. Роналдо. Жолымыз болды, шабуыл шебінде гол соғатын футболшылар бар. Кем дегенде 10 футболшы жинау керек. Оны да алаңдағы футболшылар, мен тек қақпашыға ғана сәл кешірім жасап отырмын. Қақпашы болмай қалса кешірімді. Бізде қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 футболшы. 2 позицияны ауыстыру керек. Бұл Гави және Ван Дайк. Ал біздің 5 таңдауымыз қалды қазір. 5 таңдау. Өкінішке қарай бізде 9 футболшы болып қалды. 9 футболшымен дәл қазір ойнаудың қажеті жоқ секілді меніңше. Сондықтан қарсыласқа бір жеңіс сыйлай салайық та қайтадан Food Draft жинайық. Қарсыласқа бір жеңіс береміз қазір. Соққы жасамай жатыр ғой, бос қақпа. Ешкімнің уақытын ұзбай тез шығып кете салайық. Екінші Food Draft жинаймыз. Сол жақта 10 футболшы жиналады деген үміт бар. Үміттенеміз. Бұл жақта өкінішке қарай бар болғаны 9 футболшы шығып қалды. 10 керек. Кем дегенде 10. Біз 2 командадан жинап жатырмыз. Қанша дегенмен. Ultimate Team ойнап жүрсіңдер ме? Егер ойнайтындар бар болса, жалпы FIFA ойнайтындар болса, кіммен ойнаған жақсы көресіңдер? Карьера ойнап жатқандар қандай командамен ойнап жатсыңдар? Пікірлеріңді жазыңдар. Ал бізде 4-2-2-2, 4-1-1-1. Мен шамасы осы біріншісін таңдайтын секілдімін. Ең ыңғайлысы осы арасындағы таңдаудан. Реал мен Манчестер Ситидің футболшылары қажет бізге. Хосе Алу. Біз күткен шабуылшы емес, әрине, бірақ әйтеуір Реал Мадридтің бір футболшысы түсті. Кройф, тағы да Месси. Рауль бар бізде. Реал Мадридтің аңызы. Алсақ, осындай футболшыларды алу керек негізі. Реал Мадридтің 2-1 футболшысы. Сол қапталдағы қорғаушы Гая Камавинга. Мәссаған. FIFA-ның өзі сол қапталдағы қорғаушы позициясында картасын шығарған. Маркос Llorente Реал Мадридтің түлегі. Сондықтан саналады. Түлегі ғана емес, негізі ойнады Реал Мадридте бірнеше матч. Эдер Милитао, Варан. Енді біздің келісім бойынша бірінші қазіргі футболшыларды аламыз. Сондықтан Милитау әрине. Қосалқы құрамдағы футболшылар Арнольд. Зинченко, мәссаған, мен не ойланып отырмын? Зинченко, бірақ бізде сол қапталда Камавинга бар, сондықтан Зинченконы қай позицияда ойнай алады жалпы? Тек сол қапталдағы қорғаушы. Мартинестің орнына қоя тұрайық әзірше. Одан кейін Гая, Куне, Менди, мәссаған. Менди де түсті. Менди де тек сол қапталда ойнай алады. Бізде Камавинга ортаға көшпей ма? Камавинга көшпейді екен. Бірақ өкінішке қарай Камавинга енді ортада ойнай берсін. Ван Бисакам, Манчестердің футболшысы, бірақ Ситидің емес. Стерлинг.
Стерлинг Манчестер Ситидің бұрынғы ойыншысы. Мәні. Бізде бірақ қазір сол қапталда Иско тұр. Былай жасайық енді. Ойыма басқа дым келіп тұрған жоқ. Мүлдем дым келіп тұрған жоқ. Осылай көрсек қалай болады? 10 футболшы бар. Осылай ойнай берейік. Маған бірақ Хоселу шынымды айтсам аса ұнамай тұр. Сондықтан соңғы 4 нұсқадан Холланд түсі негізі қатып кетер еді. Коке жоқ, бұлардың ешқайсысы бізге жарамайды. Және соңғы таңдау Коман Ситиде ойнамады. Леопорт ойнады ғой. Леопорт орталық қорғаушы келді міне. Жылдамдығы 61, бір нәрсе қыламыз бірақ. Ал енді кімді алып тастаймыз деген сұрақ туындап тұр. Бізде артық 2 футболшы бар. Бұл Камавинга және дәл қазір Марко Асенсио. Қосалқы құрамда. Ол екеуін қосалқы құрамнан шығара аламыз қажет болған жағдайда. Бірақ мен Асенсионы негізгі құрамға шығарым келіп отыр. Лорентенің орнына және Лораменди демалатын секілді. Құрамды осылай бастаймыз. Хоселу шабуылда, Рауль шабуылдаушы, жартылай қорғаушы былайша айтқанда. Бірақ матч барысында шамасы Хоселуды алып тастаймыз, себебі қиындау болатын сияқты. Жылдамдығы 63. Оның дриблингтерін қараудың өзі қажет емес. Ловкст 63, баланс 34. Қазақстанның пингімен тіпті Хоселу қазір робот болып қалады. Жігіттер, құрам осындай болады. Манчестер Сити мен Реал Мадрид футболшылары көбі Реалдың ойыншылары, байқаған шығарсыздар. Манчестер Ситидің бізде Зинченко бар және Стерлинг бар, екеуі ғана. Стерлингті мен шабуыл шебіне қою мүмкін, матч басталғаннан кейін қазір көреміз. Бірақ мен Хоселумен ойнамайтын сияқтымын. Хоселумен FIFA-да гол соғу қиындау болады. Оның үстіне онлайн матчтар, қазір қарсыласымыз кім болатыны белгісіз, мықты біреу түссе аузымызды ұрып жіберуі мүмкін. Жігіттер, фуддрафт деген не екенін білмейтіндер, жалпы онлайн FIFA ойнамайтындарға түсіндіріп кетейін. Фуддрафт деген дәл осылай көргендеріңіздей сіздерге тыңдауға футболшы беріледі. Сол футболшылардан құрам жасап, кішігірім бір турнирге қатысасыздар. 4 кезеңнен өту керек. Жеңімпаз болу үшін қазір біз алғашқы кезеңді ойнайын деп жатырмыз. 4 матчты ұтсаңыздар, фуддрафттың жеңімпазы боласыздар. Әр кезең сайын берілетін пактар жақсырақ болады. Ал оның құны 15.000 монета. FIFA-ның ақшасы. Сонымен біздің алғашқы қарсылас табылды. Милитао 3-ші нөмірлі жейдемен Реал Мадрид не Ман Ситидің формасын кигізіп қою керек еді. Жарайды. Алғашқы қарсыласымыз. Қазір құрамын көрейік. Алисон, мәссаған, Уолкер неге бізге түскен жоқ? Родри, Альварес, мына жігіттер маған берсе болады ғой. Ар жақта Роберто Карлос жүр сол қапталда. Ақ түсті жейдеде біз, қара түсті жейде қарсыласымыз, сонымен матч басталды. Фуддрафттың алғашқы ойыны. Ортаға пас өтпеді. Мен негізі FIFA емеспін. Тек арасында FIFA ойнап тұратын болмаса, сондықтан бір қате кетіп жатса, нашар ойнап жатсам, бірден түсіністікпен қараңыздар. Айбалағына пасты жеткізуге болады. Рауль және Хоселу гол салып кетші. Хоселу! Алистің ұтқарды. Хоселу мен ойнай тұрайық шамалы. Хоселу мен финт жасап жүрген менді ақмақ. Қарсыласымыз негізі бір мықты емес сияқты, сондықтан жалпы жеңіп алуға болады. Асенсио тым алысқа жіберіп алды. Роберто Карлосқа қарсы. Милитао тамаша. Ван Дейк. Тағы бір соққып. Боуып әзірше құтқарып жатыр. Тимоти Вея. Ван Дейк. Мынаны пайдалану керек. Рауль. Гол! Есеп 1-0. 16-шы минутта есеп ашылық. Қарсыластың қателігінен кейін. Жылдам гол. Рауль. Тамаша. Негізі мына құраммен екінші кезеңге өтсек те жаман емес жалпы. Ларсон. Тағы бір соққы. Мына жігіт алыстан көп тебе береді екен негізі. Алдында қорғаушы тұрған жоқ па, бәрібір. Алға тамаша пас. Асенсио жылдамдығын арттырды қазір. Есепті 2-0 қылып тастау керек. 2-0 керек. Рауль. Есеп 2-0. Бірінші қарсыласымыз оңайырақ негізі. Қазір сенімді жеңіске жетуге болады. Асенсио жақсы ашылды, бірақ оған пас жетпеді. Хоселу. Қайт. Қазір Иско есепті 3-0 қылу керек. Қарсыласты ұзаққа бармайтын сияқты. Шығып кететін шығар. Әлде шықпайым дейме? Шықпайым дейді. Соңына дейін таласады. Қанша дегенмен 15.000 монетасын құртты. Дәл осы фуддрафт үшін Реал Мадрид пен Манчестер Сити матчында бүгін кім жеңеді қалай ойлайсыздар?
Рауль. Мен Хоселумен гол соққым келіп тұр. Хоселу! Алисін құтқарды бірақ. Манчестер Ситидегі X2 дуэт. Қазір бұрыштан допты әуелетті. Зинченко әдемі өзін гол соқшы. Ай. Әзірше Манчестер Ситидің футболшыларымен гол соға алмай жатырмын. Иско ашылды тамаша. Айбалаңда Хоселу пас күтіп тұр. Хоселу 4-0. Хоселу ассист, Роналду. Рауль гол. Өкінішке қарай Роналдуды ала алмадық бүгін. Бірақ алда әлі Сити мен Реалдың топ матчтары көп, сондықтан тағы да футдрафт жасайтын шығармыз. Бұл командалармен ал мына жерде пас Асенсиоға өтпеді. Рауль есеп 5-0. Қарсылас өте нашар. Менің қазір бір керемет ойнағанынан емес, бұл 39 минутта есепті 5-0 қылып тастадық. Қарсыласымыз нашар болып, жолымыз болды, абырой болды негізі. Негізі қарсыласта адамның уақытын алмай шығып кете беруіне болар еді. 5-0-ден кейін жаңа футдрафт жинауға болады. Стерлинг кеш пас берді. Лапорт. Жылдамдығы аса қатты емес, бірақ әйтеуір үлгереді маңыздысы. Стерлинг. Рауль соққы жасай алмады өкінішке қарай. Ларсон. Сонымен бірінші тайм аяқталды, есеп 5-0. Бізде қосалқы құрамында 2 футболшы бар. Оларды да бекер таңдаған жоқпыз. Сондықтан қазір алаңға шығарып көрейік. Хоселу демалсын, шабуыл шебіне Раульді қояйық, ал Стерлинг оған көмектессін. Осындай құрам қалай сіздерге? Камавинга бар бізде, және Илараменди бар. Камавинганы шетке қояйық, Илараменди ортада ойнасын. Осындай құрам жасасақ. Бірінші матчты енді жеңіп тұрмыз. 5-0. Осыдан камбэк болса білмеймін енді. Камавинга. Стерлинг Раульге қайтарды. Рауль 6-шы гол соғуға болады. Сонымен есеп 6-0. 53-ші минутта Стерлинг Манчестер Ситидің футболшыларымен гол соғуымыз керек негізі. Тым болмаса бір гол. Илараменди Стерлингке қайтар. Лоренте Камавингаға. Камавинга өзін гол соға сал жарайды. Есеп 7-0. Келесі де. Қазір есеп айырмасы қысқарып қалу әбден ықтимал, бірақ ескетті. Келесі қай командалардың футболшыларымен футдрафт жасаған дұрыс келесі аптада шығып қалуы мүмкін. Комментарийге жазыңыздар. Менің ойымда негізі PSG Барселона келесі аптада. Бірақ сіздердің ойларыңыз басқаша болса, комментарийде күтемін. Осайда FIFA-ға арналған осындай бір 2 шығарылым болады. Ал Стерлинг қазір ойынның нүктесін қою қажет, бірақ соғалмады. Рауль Стерлингке кедергі жасады. Рауль 8-0. 10-0 қылып соғуға болады матч соңына дейін. Стерлинг, сен де бір гол соқшы енді. 9-0. Манчестер Ситидің экс-футболшысымен гол соқтық. Ал қарсыласымыздың жүйкесі сыр бере бастаған сияқты қазір. Қарсылас шығып кететін секілді. Өкінішке қарай 10-0 қыла алмайтынымыз ба? 9-0 мен бітіп қалды матч. Әдемі ойын, және біз екінші кезеңге өттік. Ештеңе өзгертпейміз. Хоселу шабуылда, Стерлинг сол қапталда. Дәл осылай бастайық. Сонымен біздің екінші қарсыласымыз Катамарка дейді. Донарума. Компани бар, мәссаған. Компани бізге неге түскен жоқ? Бізге Ситидің енді бір аса бір мықты футболшылар түскен жоқ қой. Месси бар екен, Зедорф, Жайрзиню, Кройф. Жылдам гол, бірақ поп, тамаша. Асенсио. Мына қарсыласымыз енді мықтырақ енді, байқалып тұр. Оны Хоселумен жеңе алмайтын сияқтымыз. Хоселу бірақ қазір шабуылда қақпаға соққы жасадық. Асығыс шешім. Хоселудан басқа бір шабуылшыға жеткенде бұл доп. Сәл допты өзімен ұстауға тырысатын енді. Бірақ бұл жолы Хоселу айырылып қалу әбден ықтимал болды. Канте. Милитау соңына дейін талас. Барселонаны ойнаған кезде Барселонамен вот осы Кройфты күтем.
Кройф рахат ойыншы ғой негізі. Гол. Үндемей отырып әйтеуір бір гол соғып алдық. Марко Асенсио. 1-0 қылды есепті. Енді бұл қарсыласпен 90 минут бойы сөйлеп отырып ойнау қиындау, себебі жақсырақ ойнайды иттің боласы. Месси енді қауіпті болуы мүмкін, бірақ ол Канте. Бірде-бір есеп. Қалай кіріп кетті мынау? Қайталап көрсеткен жоқ. Хоселу бірінші таймда ойнап тастасын, сосын демалысқа жіберейік. Шамалы қартайған кісі бір жағынан шаршаңқырап та қалған шығар. Стерлинг. Мендидің жылдамдығы негізі тамаша, ол жүгіріп өтіп кете алады осындай жерлерден. Менди, бірақ пас беретін ешкімді көрмей тұрмын өкінішке қарай. Кепшіш! Офсайд кен ғой, Хоселу бәсе тиіп жатыр. Негізі екінші гол соғатын мүмкіндіктер болды бізде. Хоселуға демалыс береміз. Рауль шабуыл шебінде ойнасын. Стерлинг ортада. Камайвинганы шығарайық, және бізде кім бар? Илеременди әзірше демаладыр. Себебі өте қиын матч болып жатыр бізде. Рауль. Мен футболға қызығып, енді футбол көріп жүрген кездерімде нағыз жұлдыз болып тұрған шағы Раульдің. Мына матчта негізі овертайм көріп қалуымыз әбден ықтимал. Рауль ашылды. Әдем ашылды Рауль. Гол! 63-ші минутта әйтеуір гол соқты, есеп 2-1. Ұзақ дайындалдық осы шабуылға. Әйтеуір қорғанысты бетіп қиып өтетін пасты таптық. Қазір қарсылас үзіліс алып жатыр. Әзірше біз статистиканы қарай тұрайық. Бізде гол ықтималдығы 1-4, қарсыластан 0-7, соққылар 5-3. Соққы өте аз матч болып жатыр. Жартылай финалға шығуға мүмкіндік бар. Мынау енді Кантенің голы өтірік гол. Әшейін соққы, әшейін гол. Менің сөйтіп қарсыластың голдарын мойындамайтыным бар. Айбалаңна пас. 3-1. Жартылай финалдың ауылы алыс емес сияқты. Иско. Пенальти. Қазір Стерлингпен тебеміз. Сарғағас компанияге. Ал Стерлинг қайда? Иско, Асенсио, Камавинга, Лоренте, пенальти жақсы себетіндердің арасында жоқ па не? Зинченко. Зинченкмен тебек. Жартылай финал. 4-1 есеп. Зинченко не істегенің бұл? Есеп айырмасы қысқарды. 4-2, бірақ енді 10 минут уақыт бар. Мен құтырып отқан кезде камбэк болып кетсе қалай болады? Бірақ енді камбэкке мүмкіндік қалдырмау керек. Сол үшін 5-ші гол. Кеттік. Рауль. Камавинга ашылды. Қазір есеп айырмасы қысқарады. 4-3 есеп. 89-шы минутта. Төреш 2 минут қосты. Қарсыластың бір шабуыл жасайтын мүмкіндігі бар қазір. Жасатпау керек. Жасатпаймыз ау. Жасатамыз ба? Жасатпаймыз. 4-3 ұттық әйтеуір. Маңыздысы жеңіс жартылай финал. Шабуылда Хоселумен жүріп жартылай финалға жеттік қой. Хоселу ойнаған жоқ енді екінші матчтың екінші таймында, бірақ ол өз пайдасын тигізіп жатыр бізге. Талисман. Жартылай финалдағы қарсыласты ұзақ күттік. Ұзақ 2-3 минуттай отырып қалдық. Маңыздысы табылды әйтеуір. Мен негізі жартылай финалдан өте сирек өтем финалға. Бүгін көреміз енді. Қарсыластың құрамын көруді ұмытып кеттім. Қазір матч барысында таныса жатамыз. Бекхэмді танып отырмын. Реал Мадридтің экс ойыншысы. Рональдиньо бар екен, Бензема бар. Поп.
Мынау енді мықтырақ сияқты мына жігіт. Перес, Айтана. О, Бенземаны жіберіп алдым мен. Есеп 1-0. Кәрімді ұстау қиын болатын сияқты. Хоселу қарап үлгерген жоқ қой. Жауып тастады оны. Айтана. Есеп 2-0. Ай-ай-ай. Тоти карта. Жартылай финалға келіп сәл шаршаңқырап қалдым ба, қалай болды? Әлде 3 минут күтіп, терім күйіп кеткен ба? Есеп 3-0. Қарсылас 4-ші голды соғатын болса, онда біз қарсыластың уақытын құрметтеп, өзіміздің уақытымызды құрметтеп, матчтан шыға салғанымыз дұрыс сияқты. Қалай ойлайсыздар? Ох, Поп шамалы ойнай тұрыңдар деді бізге. Жартылай финалға мынау оңай қарсылас түспейді. Шетінен мықтылар, Рональдиньо қалай ойнайды өзі? Рональдиньо тіріліп келіп өз ойнап отқан сияқты. Тіріліп келіп деппін ғой. Шын өмірде жүрген сияқты да. Қалай тартып аласың енді? Қалай? Ал біз өстіп бере саламыз. Тартып алудың керек жоқ. Стерлинг. Рауль. Есеп айырмасын қысқарттық 3-1. Камбэкке мүмкіндік бар қазір. Екінші тайм басталды. Біздің құрамда бір өзгеріс бар. Хоселу кетті алаңнан. Камавинганы шығарды орнына. Камавинга сол қапталда ойнайды. Ал шабуылға жақын енді Стерлинг. Милитау, сен жетуің керек бұл допқа. О, Рональдиньо бірге шырды бізді. Ай-ай-ай. Ұстай алмай жатырмын, үлгермей жатырмын мен. Стерлинг, ай-ай-ай, Яшин. 75-ші минутта енді бізде аса бір үміт қалған жоқ. Йо-майо. Болды, надан кейін. Шыға салайық. Қайтылық қараңды шынан. Йо-майо. Кәрім Бензема қайшылай түйіп бол соқты ғой бізге. Жеңіліп қалдық жартылай финалда, өкінішке қарай. Бірақ Реал Мадрид пен Манчестер Ситидің футболшыларымен жартылай финалға жеттік. Міне, 0-3 жеңіліп қалдық. Екі қарсыласты жеңдік. Ол да негізі жап-жақсы көрсеткіш. Келесі аптада шығады футдрафт. Кімдердің құрамымен, қай матчтармен комментарийге жазыңыздар. Қызығын таңдап аламыз. PSG Барселона болатын сияқты. Мен өзім PSG Барселонаны жасағым келеді, сондықтан PSG Барселона деп жазыңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алда футбол жаңалықтары, футбол шолулары, превьюлар көп болады, міндетті түрде болады. Сау болыңыздар.